Шымкент қаласында делдал қызметінсіз өндіруші өнімдерін тікелей тұтынушыға ұсынатын Громад сауда орталығының тағы бір нүктесі ашылды. Мұнда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрін төмендетілген бағада сатып алуға болады. Қазығұрт шағын ауданында ашылған нысанның лентасын қала әкімі Мұрат Әйтенов қиды. Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Қуаныш Дәулетәлиевтің сөзінше, бұған дейін шағын аудан тұрғындары күнделікті тұтынатын тауарларды төмен бағамен сататын дүкен ашу жөнінде өтініштерін білдірген. Бүгін Шымкент қаласы Абай ауданы, Қазығұрт мөлтек ауданында әлеуметтік дүкен ашылып жатыр. Барлығымыз куәгер болып отырмыз. Енді бұл дүкеннің ашылуына Қазақстан Республикасының президентіміз Тоқаевтың қолдауымен осындай қазір көптеген әлеуметтік дүкендер ашылуына байланысты 60 мың халқы бар Қазығұрт елді мекеніне ашылып, халыққа қызмет етуін бүгін бастады. Енді біз өзіміз көзбен барлығын көріп отырмыз. Бағалары өте тұрақталған, халыққа, елге тиімді. Громад сауда желісі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын тұрақтандыру бағдарламасының қатысушысы. Сауда желісіне 800 миллион теңгеге айналымға қаражат беріліп, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары белгіленген бағада сатылуда. Бұл қаламызда ашылған 13-ші дүкен. Алдағы уақытта санын 80-ге жеткізу жоспарланып отыр. Айта кетерлігі, тауарларды сату бойынша арнайы шек белгіленген. Бұл шешім араға делдалдардың түспеуіне мүмкіндік береді. Бұл магазин кәдімгі коммерческий магазин, бірақ бұның ішінде именно әлеуметтік бұрышы бар да. Оның ішінде 19 наименование, 19 түрлі товар тұрады. Сол товар әр кварталда бір рет белгіленеді бағасы, сол бағамен сатылады. Оған шектеу де бар, допустим, құмшекер 308-ден болса, қасыңыздағы магазиндерде мен 100% бере аламын, 350 теңге екеніне да. Мен оны қазір 308-ден бәріне сата берсем, оны бүгін кешке дейін ғана бітіп қалады да, барып сөйлен сатады. Сол үшін әр қолға 2 килограммнан күніге келіп ала берсе, бір семьяға 2 килограмм, ол в принципе бір аптаға жететін құмшекер ғой, бірақ біз күніге келсең де 2 килограммыңды аласың өзіңе. Оған специально документ керек емес, ештеңе керек, любой қолға 2 килограмм беріледі. Жаңадан ашылған дүкен өңірдің 30-дан астам тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Осы жерде біз 35 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп жатырмыз. Осы точка ашылып, бұл жерде біз әлеуметтік маңызы бар товарларды сатамыз. Оның ішіне күріш, қант, тұз, акимат бекіткен нелер кіреді, тізім кіреді. Сол тізім бойынша әлеуметтік товарлар сатамыз біз бұл жерде. Сөрелердегі азық-түлік сапасы мен бағаларын бағамдап көрген тұрғындардың да өз айтары бар. Мінекей, біздің елді мекенге осындай сауда орын ашып атқан мына біздің жігіттерге, мына депутаттарға, мына әкімшілікке өте көп рахмет. Мына бағалары дұрыс, барлықтары. Мына халық айналайын рахметін айтып жатыр. Мына айналайындар, өсе беріңдер, өне беріңдер, халыққа қызмет ете беріңдер айналайын. Дүкенде күнделікті өмірге қажет тауарлар төмендегідей бағада сатылып жатыр.